14-ші сабақ. Айнал хатиф деп тұр, иә. Айнал хатиф деген, яғни телефон қайда деген сөз. Сұрақ қой, айна деген қайда деген сұрақ. Енді мына жерде әртүрлі жауаптармен бар. Әл-хатифу фил михфаза. Яғни хатиф деген ол телефон, иә. Телефон, михфаза деген мына әмиянды айтады, кошелекті. Яғни телефон кошелектің ішінде деген сөз фи. Яғни бізде фи бұл ішінде деген мағынаны білдіреді. Әл-хатифу фил михфаза, яғни телефон әмиянның ішінде. Екінші, әл-хатифу фауқал михфаза. Фауқа деген үстінде деген, яғни жоғарысында деген ғой. Яғни телефон әмиянның үстінде, қатты жоғарырақ тұр, иә. Соны білдіреді. Ал әл-хатифу алал михфаза, яғни телефон әмиянның дәл үстінде болса, аля болады. Сосын мына жерде бір ерекшелігі, мысалға, не әл-хатиф деген, не деген сұраққа жауап береді ғой, иә. Бұл не десек, бұл телефон деп айтамыз, иә. Ал телефон әмиянның ішінде болса, яғни телефон қайда дегенде, әмиянда деп жауап берген кезде, даде, тате, немесе ішінде дегендер шылаулар деп айтамыз ғой. Енді фи болса, фи, фауқо, аля деген осыған жалғанған сөз, мысалға даммамен тұрмайды, уже кәсірамен тұру керек. Михфазо ту болмайды. Михфазо ты. Фауқал михфазо ти. Алял михфазо ти болады. Дәл сол секілді әл-хатифу тахтал михфазо ти. Яғни телефон әмиянның астында тұр. Уже әмиянның астында болады. Тахта деген астында деген ғой. Тахта тұрған кезде михфазоти кәсірамен болады. Әл-хатифу әмамал михфазоти, яғни телефон әмиянның алдында. Әл-хатифу холфал михфазоти, яғни телефон әмиянның артында. Сонда фи ішінде, фауқо жоғарғы жағында, аля үстінде, тахта астында, әмама алдында, холфа артында дегенді білдіреді. Мына жерде де дәл солай жаттығу жасайсыз. Мысалға, айна сайяра, яғни машина қайда? Ас-сайярату әмамал байт. Яғни машина үйдің алдында. Дәл сол секілді ас-саату әл-харита. Енді айна саа, яғни сағат қайда деген кезде, ас-саату алал баджа үстінде, алал харита. Мына жерде фауқа деген келеді, жоғары жағында. Фауқал харита. Яғни сағат картаның жоғары жағында тұр. Дәл сол секілді. Осы қалам қайда дейсіз, сосын қалам кітаптың алдында деп айтасыз. Міне, даммамен тұрған және кәсірамен тұр. Харита неге кәсірамен тұр? Себебі біз оған жалғаймыз, иә. Әмама, фи, аля, холфа дегендерді қоямыз. Осылай қалғандарын орындаймыз. Ас-саа деген сағат, харита карта, қалам кітап, әл-қитта деген мысық, ас-сайяра машина, ас-сабура тахта, әл-мұғаллим мұғалім, ас-сауб киім, әл-ғассала кір машина, ан-назара очки, әл-хасуб компьютер.